Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз «Мұзбен арпалыс» атты фильмге шолу жасаймыз. Бұл фильмнің желісі өмірден алынған. Видео басталмас бұрын арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Өйткені 90%-дан астам көрермен видеоны арнаға жазылмай көреді. Мен үшін сіздің қолдау өте маңызды. Жазылып болсаңыз, біз бастаймыз. Гренландия, 1909 жыл. Бітпейтін қардың ішінен бір ит жеккен шана көрінеді. Оны Эйнар Николсон есімді даниялық ғылым жүргізіп келеді. Ол мұздап қалған Йоргенсен есімді матросты алып келеді. Олар тұраққа қараңғыда жетеді. Адамдар оларды күтіп алып жаралыны ішке кіргізеді. Оған виски беріп, капитан қарайып кеткен аяғын кесіп тастайды. Кейінірек команда жаңа жылды қарсы алады. Саяхатшылар патефонда музыка тыңдап, дәмді тағамдар жеп отырады. Капитан тост сөйлейді. Әңгімесінен жоғалған Людвигтің экспедициясын табу керек екені айтылады. Олар бірнеше жыл бұрын осы жерді зерттеген. Йоргенсен екеуі олар жүріп өткен картаны тауып алған. Капитан олар қалдырып кеткен баяндаманы табу үшін бүткіл мұздақты аралауға дайын. Олай істемесе, Гренландияның солтүстігі американдықтар алуы мүмкін. Бірақ ол үшін тағы бір адам онымен бірге бару керек. Капитан оларға үміттене қарайды, бірақ қауіпті сапарға ешкім өз еркімен барғысы жоқ. Келесі күні топ кім барады деп сөйлесіп тұрады. Ерікті болып жас механик Ивар Иверсон шығады. Ол бала күнінен капитан Миглсонды мақтан ететін. Бірақ капитан басқа адам болмаса да жас жігітті алуға бірден келіспейді. Кейін жігітке иттермен қалай жұмыс жасау керек екенін үйретеді. Бірақ оларға бауыр баспау керек. Иттерге тек құрал ретінде қарап, жарамсыз болғанда олардан құтылу керек екенін айтады. Капитан мен тәжірибелі Йоргенсен екеуі ақылдасады. Аяғынан айырылған матрос капитанға жас баламен қауіпті сапарға шықпауға кеңес береді. Бірақ ол азанмен сапарға шығуға бел буады. Азанда жолға шығар алдында олар суретке түседі. Оларды қауіпті жарты жылдық сапар күтіп тұр. Екі ит жаққан шаналы ер адам жолға шығады. Кеш бата олар биік қыратқа жетеді. Оны не болса да кесіп өту керек. Бірігіп, олар иттерді де, шананы да жоғары шығарады. Жоғарыда жас Иверсон табиғатқа тамсана қарайды, ал капитан аяғыңды аңдап бас дейді. Мұзда жарықтар көп. Түнде Иверсон капитанға оның жоғалған экспедиция туралы мақаласын оқығанын айтады. Бірақ Эйнар бос әңгімені ұнатпайды. Жолдасы жол бастағыш иті Бьорнды шатырға кіргізуге бола ма дегенде, ол үндемей шамды өшіреді. Иверсон достық ниетін тоқтатпайды. Кейін ол жоғалған экспедицияның басшысы Людвиг капитанның жақын досы болғанын біледі. Алдыңғы жолы олар команданың бір мүшесін қатып қалған денесін тапқан, бірақ қалған екеуі қайда екені белгісіз. Азанда Эйнар жолдасы тез жүру үшін не істеу керек екенін көрсетеді. Шананы сумен құяды. Ол шанаға жақсы сырғанауға көмектесу керек. Бұл әрекет шынымен тез жүруге көмектеседі. Бірақ олар жайсыз жағдайға тап болады. Иверсон иттерді жартас алдында дер кезінде тоқтатып үлгермейді. Олар құлап, шананы сындырып алады. Саяхатшылар иттер мен азық-түлікті шығармақ болады. Ивар жақсы көретін ит Бьорн жіпке ілініп қалады. Ол итті құтқармақ болады, бірақ жіп үзіліп кетіп, ит төмен құлап кетеді. Кеш бата жоғалған заттарды санайды. Капитан матросқа тәртіп бұзғанын айтып, оның қапалы екенін жеткізеді. Келесі күні олар мұздақтан өтіп жерге аяқтары тиеді. 48-ші күн. Иверсон капитаннан неге өмірін қатерге тіккені жайлы сұрайды. Капитан оған карта сызып Гренландия қандай екенін көріп, оны ары қарай атақты болуға болады дейді. Келесі күні олар Мильюс Эриксонның картасы арқылы сапарларын жалғастырады. Жағдайды жергілікті қыраттар қиындатады. Шананы қыраттармен шығару жиілеп кетеді. Келесі төбеге шығар алдында капитан жан-жаққа көңілі түсе қарайды. Жақын маңда алдыңғы экспедицияның ізі көрінбейді. Капитан Иверсоннан ашуын алады. Оны оттықты құрттың деп кінәлайды. Тамақты қайда жасаймыз? Онсыз тірі қалмаймыз дейді. Матрос оны жөндеп, сосын бір итті өлтіреді. Қалғандарына тамақ жоқ. Бьорннан айырылғаннан кейін бұндай шешім оған оңайға түседі. Сосын иттерге иттің етін береді. 84-ші күн. Азық-түлік бітеді. Иверсон бұл далбаса саяхатты тоқтатып, артқа қайтатын күн қашан туатынын білмейді. Бірақ капитан сапарды жалғастырмақшы. Екі шананың орнына біреуін алып жүреді. Кейін олар
Гуриді табады. Гури бағыт-бағдар беру үшін жасалған үйінді тас, ішінде аздаған азық пен темір құтыдағы жолдама. Людвиг Эриксон олар жағалап жер іздеп кеткенін жазып, карта сызып кеткен. Картада Гренландияны бөлген өзен жоқ екені көрсетілген. Бұл дегеніміз американдықтар аралға енші кете алмайды. Қалдырған азықты тойлатып жеп алып, кейіпкерлер артқа Алабамаға қайтады. 132 күн. Тағы бір ит өледі. Иверсон қалған иттерге етін бөліп береді. Өздеріне бауырын пісіреді. Олар оны улы емес екенін тексеру үшін сорпаға күміс алқанын салады. Күміс түсін қоңыртқайға өзгертеді. Екеуі жеп көруге бел буады. Бұл нашар ой болады. Бірнеше минуттан кейін олардың жүректері айнып құсады. Кейін Иверсон жақын маңнан ит балықты көріп, қаруын алып атпақ болады. Бірақ иттердің үрген дауысы оны үркітіп жібереді. Оның үстіне атыстың дауысы шығады. Иверсон лагерге қарай жүгіреді. Жақындап келіп, ол екі өлген ит пен капитанды жұмалап жатқан аюды көреді. Иверсон аюды атады. Ол тек аяғын жаралап, одан сайын ашуландырады. Екінші оғы аюдың жүрегіне тиіп, тонналық аюдың денесі капитанның үстіне құлайды. Капитан шанаға жіппен байланып алған. Иверсон жіптен тартып, капитанды да, заттарды да шығарып үлгереді. Капитан қатты зақым алмаған. Аюдың тісі мен тырнақтарынан қалың киімі құтқарған. Ал иттерден тек біреуі тірі қалған. Оның өзі аштықтан әлсіреп қалған. Азанда Иверсон капитан шананы сындырып өртеп жатқанын көреді. Оларға енді шана керек емес. Ары қарай олар жаяу жүреді. Алда әлі 300 километрдей жол бар. 164 күн. Жағаға жетіп, капитан Гури тұрғызады. Ол жерге тапқан карта мен күнделікті, сосын өзі дәлел ретінде хат жазып қалдырады. Өздері жұқамызбен өтеді. Айналып өтуге тамақтары да күштері де жоқ. Арғы жағада Иверсон күші таусылғандай болады. Оны капитан тұрғызып, сапарларын жалғастырады. Кешке олар Алабаманың желкенін көріп жүгіреді. Бірақ желкен жерге қадалып тұр. Кеме келетін жаға қатып қалған. Матростар сарай мен лашық тұрғызып кеткен. Бірақ ол жерде ешкім жоқ. Сол уақытта Данияда экипаж мүшелері соттың алдында есеп береді. Олар мұз қата бастағанда кетуге мәжбүр болған. Азық түлікті 1 жылға жететін қылып қалдырып кеткен. Енді олар мемлекеттен тағы да Гренландияға бару үшін ақша сұрайды. Бірақ жас жігітпен кеткен капитанның тірі қалуы екі талай. 242 күн. Капитан мен Иверсон ақылдасып отырады. Капитан оларды біреу алып кететініне сенімді. Ол күнде кешке жағаға шығып дүрбі салады. Бір күні механик сарайдан сынған патефонды алып шығады. Ол оны жасайды. Түнде капитан түсінде ақ аю Гуриді талқандап жатқанын көреді. Ол оянып, қайтып барып, барлық дәлелді алып қайту керек дейді. Олар есікті жауып, азық түлікті алып, хат тастамай шығып кетеді. Капитан мұз ерігенше қайтамыз деп ойлайды. Барып, олар Гуридің шынымен құлағанын көреді. Бірақ құжаттар орында тұр екен. 471 күн. Олар лашыққа қайтады. Қар еріп кеткен. Бірақ ол маңызды емес. Маңыздысы біреу келген. Шегеленген есік ашық тұр. Үстел үстінде хат қалдырған. Оларды іздеген, бірақ ешқандай із таппаған. Капитан тағы жігіттен ашуын алады. Бірақ кетіп бара жатқанда жігіт хат қалдырайық деп айтқан. Ал қазір мен айттым ғой деп те айта алмайды. Данияда министрге есігі жабылған лашықты тапқаны жайлы айтады. Бірақ Иверсон біз есікті ашық қалдырғанбыз. Олар тірі дейді. Ол тағы мұз қатпай тұрып бару керек дейді. Бірақ министр келісім бермейді. Гренландияда олар 3-ші жаңа жылды қарсы алады. 793 күн. Аңшылықтан келген Иверсон капитанның бірдеңе жазып отырғанын көреді. Ал мойнына бірдеңе шыға бастаған. Азанда капитан ту ілінген желкен бөренесіне шығады. Ол әуе шарын көріп қуана қол бұлғайды. Шар жерге қонады. Одан капитанның түсіне кіріп жүрген әйел болып шығады. Ол тек елес еді. Оны бұл елес сағымнан Иверсон шығарады. Әйел ары қарай көзін елестейді. Елеспен сөйлесіп отырып, ол Иверсонды
корабльдің кеткені үшін кінәлайды. Иверсон келіп капитаннан әруақтарға сенесіз бе деп сұрайды. Ол далада қайтыс болып кеткен атасын көргенін айтады. Капитан жауап беріп отырып бұрышта отырған әйел елесіне қарай береді. Капитан ары қарай қуа бастайды. Бір кезде капитан Иверсонға пышақ ала жүгіреді. Бұл тек оны құлдыртып жүрген мойындағы жараны кессін деген еді. Біраз уақыт капитан ес-түссіз жатады. Бірақ есін жиып әйелді көрмейді. Иверсон да оны көргенін айтады. Капитан қызғанып жігітті ұра бастайды. Ол лашыққа қашып кіреді. Ол капитанға бұл тек елес екенін айтады. Капитан бәрібір қаруын алады. Басындағы шудан ол қабырғаға атады. Мылтық даусы есін жидыртады. Мылтықты сарайға тығып, Ивер мен капитан екеуі тамақтанады. Олар әңгімелесіп отырғанда сыртта бөтен дыбыс шығады. Терезеге қарап, үлкен аюдың алақанын көреді. Олар оны үркіту үшін айқайлап шулайды. Аю кетіп қалады. 865 күн. Ер адамдар бір шудан оянады. Олар аю қайта келді деп ойлайды. Олар қаруланып далаға атып шығады. Бірақ бұл оларды құтқаруға келген адамдар еді. Дания басшылығы Гренландия толығымен зерттелгені жайлы айтылады. Капитан мен механикті отанға қайтарады. Министр оларды құрметтеп орденмен марапаттайды. Сахнаға шығар алдында Эйнар елестетіп жүрген әйелді көреді. Бірақ бұл жолы ол шынымен еді. Механик жігіт те оны көріп тұр. Мемлекет батырларды құрметтеп сахнаға шығарады. Өмірде капитан сол әйелге үйленіп, өмірін Гренландияға арнаған. Иверсон Арктикаға оралмаған. Олар өмір бақи дос болып қалады.